Жүктіліктің 19 аптасында жүйке жүйесі дамуын жалғастырып, сезім мүшелері көру, есту, дәм сезу айқындала бастайды. Бала қозғалысы белсендірек болады. Анасы баланың қимылын жиі сезінуі мүмкін. Ұрықтың терісі қазір жіңішке әрі нәзік. Жүктіліктің екінші 3 айлығында ананың іші айқын шығып, басқа адамдар да жүктілікті байқайды. Кеудедегі өзгерістер көлемнің ұлғаюы, аздап ауырсыну болуы мүмкін. Бел аурулары, аяқ-қолдың ісінуі сияқты белгілер пайда болуы әбден мүмкін. Қандағы көлемнің ұлғаюына байланысты әйелдің жүрек қызметі белсендірек жұмыс істей бастайды. Жүктіліктің қай аптасында болмасын дұрыс тамақтану маңызды. Дәрумендер мен минералдарға бай тағамдарды тұтыну, жеңіл физикалық жаттығулар жасау, денсаулыққа көңіл бөлу, қан қысымын бақылау, жиі тексеру, көңіл күйге байланысты жағдайда тұрақтандыру және күйзелісті болдырмау.